Қазіргі заман оқуға құштар, білімге құштарлығы мықты адамдардың биікте көрінетін заманы. Кез келген таудай жетістікке жетем деген адамның өзінің даму жолы осы кітаптан басталады. Ильяс Жансүгіровтің «Хан адвокат» әңгімесінде кеңестік кезеңдегі ауыл тұрмысы мен сот жүйесіндегі әділетсіздіктер сатиралық тілмен бейнеленеді. Шығармада бұрынғы би, бай, болыс тұқымы хансымақ тұлғаның жаңа заманға бейімделіп, өзін адвокат ретінде көрсетіп, әділет жолын емес, айласын асырып, қарапайым халықты алдауға тырысқан суреттеледі. Ауылда бір дау шығып, іс сотқа дейін барады. Сол дауға араласқан хан өз бетінше ақылгөй, заңды білетін, шешен адам ретінде көрінгісі келеді. Бірақ оның сөзі мен әрекеті барлығы жалған. Мақсаты шындықты бұрмалап, өз мүддесіне жұмыс істеу. Ол сот ісін күлкіге айналдырып, өз ұпайын түгендегісі келеді. Айналасындағылар оны оқыған, заңгер санап, сөзіне иланса да, жазушы оның екіжүзділігін өткір тілмен әшкерелейді. Әңгіменің әрбір көрінісінде ескі билік өкілінің өзгермеген болмысы ашылады. Кеңес үкіметі орнағанымен парақорлық пен әділетсіздік әлі де жойылмаған. Жаңа заманның заңын өз пайдасына бұрып, пайдаланатындар бар екені де шебер суреттеледі. Жаңа Қазақстанды құру зиялы және де білімге құштар ұлттан басталады. Ендеше ел болып кітап оқиық. Ильястың еңбектерін өнеге етіп қалдыру сіз бен біздің парызымыз.